В общем, Teslam'ды алып алдым, жел шығып кеткен екен, көршілерден насос сұрап жүріп, әйтеуір осы көршім берді. Осы көршіден насосты алып алдым, қабық алуға баратқанмын, қарбыздың қабығын, мына желін фытырлатып беріп тастадым. Сосын мына жерін көрсем, бұның несінен сосогынан жел шығып жатыр ғой, арт жағына берейін, арт жағына шықпаса колбашогын алдына салып, арт жағына фытырлатып беріп алдым. Сөйтіп арт жағында колбашогын алсақ қойдым да, сосын мына жақтан кеттім жолдан. Кейде ойлап қойсаңыз, ауылдың баласы өмірінде бір рет болсын әйтеуір тірелетейік бірінші орында тұрса деп ше, стримға кіріп қойыңдаршы достар. И сосын келатын үй жаққа, сосын жолдың бәрі быт шығып кеткен, бір тротуар істеп қойса болады. Мына жаққа басты жол, Қазақстан бір жол жөндеу мәселесі біте ма, бітпей ма уже. Әйтеуір фытыр-фытыр қытыр-пытыр деп қайттым үй жаққа, өзімше түсіргенім ғой, типа үстіне жаңа мешокта қарбызды көрсін деп сөйтсем, азақ енді болады, бұны да қазір турап беремін. Сосын үй жаққа келдім, қарбыздың қабығын әкелдім, сөйтсем қора толып кетті. Қораның ішін боғын шығарып тез фытыр етіп шығарып бұны огород жаққа апардым. Сөйтіп огород жаққа апарып төгіп, огородта не бар екен деп іздеп жүрдім. Сөйтсем әңгелек бар екен. Мына әңгелекті қазір жегім келіп тұр, сосын иіскесем, иісі нормально болып тұр. И сосын мына жерге әкелдім да, малдардың ішінде тұқымдардың бәрін қазір малдар жейді ғой деп фытырлатып жедім, тәтті екен, сосын мощный екен дәмше. Сосын ана бағана қауын қарбыздың несін оны турадым, сиырға беремін деп. Сосын жаңбыр жауып кетті, жерді қарасаңдар, жаңбыр қалай жауып жатыр, көрдіңдер ме? Жерге жауып кәдімгі сухой болып жатыр да. Сосын бұны турап тастадым. И сосын кружкамды алып алдым, мына жақтан 1 кило жемді алдым, аналар мүңірей бермесін жосылар деп соларға бердім, бұлар жеді. Сосын шөп қымбат болып кеткен ғой, биыл бәрі малдарын сатып, бізде де шөп қымбат болған, ақша аз болғаннан кейін қамыс шауып әкеп, сол қамысты турап, күнде осылай турап, осы мешокқа салып аналарға бердім. Бұлар әйтеуір довольны жеп жатыр, бұларға білмейді ғой шөп қымбат екен ше. Сосын қазір кешке сиыр келеді, сиыр сау керек әлі бар, соны көп болып кетті жұмыс. Давайте.